Таразда әйел 2 баласын 5-ші қабаттан лақтырып жіберді. Жамбыл облысында 2 кішкентай баланы өлтіруге оқталу дерегі тергеліп жатыр. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Анасы оларды 5-ші қабаттың терезесінен лақтырып жіберген. Халықстан тілшісінің хабарлауынша, қайғылы оқиға Төле би даңғылындағы жатақханалардың бірінде болған. Тергеу деректеріне сәйкес, 36 жастағы әйел өз үйінде отырып 2021 жылы туған қызын және 2023 жылы туған ұлын әдейі 5-ші қабаттың терезесінен кезек-кезек лақтырып жіберген. 2 бала да тірі қалып, жедел түрде Жамбыл облыстық көп салалы балалар ауруханасына жеткізілген. Дәрігерлер 2 балада көптеген жарақат барын анықтады. Қазір балалар жансақтау бөлімінде жатыр. Оқиғаға дейін әйел мен оның жұбайы арасында жанжал шыққан. Кикілжіңнен кейін ер адам үйден шығып кеткен. Сондай-ақ әйел соңғы жылдары қатты бас ауруынан зардап шеккені белгілі болды. Күйзеліске түскен сәтте ол алдымен қызын, кейін ұлын терезеден лақтырған. Өзі де секірмек болған, алайда соңғы сәтте тоқтаған. Аталған дерек бойынша Қылмыстық кодекстің 99 бабы 3 бөлігі 2 немесе одан да көп жасөспірімді өлтіруге оқталу бойынша қылмыстық іс қозғалды. Әйел ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сонымен қатар күдіктінің жұбайы бұрын психиатриялық есепте тұрғаны туралы ақпарат бар. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқығанда кез келген ата-ананың, жалпы кез келген адамның жүрегі ауыратын шығар. 2 кішкентай ғана баланың аман қалғаны ең басты жұбаныш. Бұндай жағдайлар бізге бір нәрсені анық көрсеткендей. Отбасындағы жанжал, жиналып қалғанның күйзеліс, денсаулыққа салғырт қарау бір сәтте үлкен трагедияға әкелуі мүмкін. Бұл жерде бір адамды ғана айыптап қою оңай, бірақ мәселе одан әлде қайда терең. Психологиялық көмек дер кезінде көрсетілмесе, жақындары мән бермесе, осындай ауыр жағдайлар қайталана беруі мүмкін. Сондықтан бұл оқиға тек бір отбасының емес, бүкіл қоғамның мәселесі деп қарау керек шығар. Қазір ең маңыздысы балалардың өмірі мен денсаулығы. Дәрігерлер қолдан келгенін жасап жатыр деп сенемін. Ал тергеу әділ, байыппен жүруі тиіс. Бұндай кезде эмоцияға беріліп, бір жақты пікір айту дұрыс емес. Бізге сабақ алу маңызды. Күйзелісте жүрген адамдарды сыртқа теппей, тыңдай білу, мамандарға бағыттау керек. Қарапайым тілмен айтқанда, менің басымда емес демей, айналамызға бейжай қарамайық. Сонда ғана осындай қайғылы жағдайлардың алдын алуға болады деп ойлаймын.